Милет телеканалында хаберлер, студия Дельмаса Блакимова. Ассаляму алейкум. Ратлық күнлері девамында Қырымға коронавирустан хорчаланған вакцинаның 100.000 дозасы етіп келді. Әлияджы ярымаданын теби тешкілатларында дарқатажақлар ве еткізеджеклер. Региональ сақлық сақлав назірлігі берген малыматқа көре ашалама компания бойынша бірінші ерде Ахмеджет пайтақ сакенлерінің 70%-дан зиедесі ашы яптырды. Умумен Қырым бойынша бірінші санчыны 660.000 Қырым сакені алды, екіншісіні 550.000-ден зияде адам алды. Сергей Аксенов өзінің ичтимайларындаки сәйфілерінде нөвбеттеки сефер маскаларыны тақмаға ве ковидке қаршы чәрелеріні рәйет етмеге чақырды. Да, бір кере текрарлайым. Урметлі қырымлылар, маскаларны тақыныз. Егер сіз озыны сақта тұшынмесеңіз, яқынларыны саққында тұшыныңыз. Біз ичтимаи роликлерні көреміз. Керчектен де, егер екі адам маскаларда бір-бірінің қаршысында тұрсалар, хасталық юқа білежегі 1%-ны тешкілете, яғни минималь. Кечкен сутка коронавирус 725 адамда таздықланды, 699 хаста тедавиленді. Пандемия башлағандан берлі Қырымда бұл хасталық 97.000-ден зияде адамда тапылды. Яқшы олғаларының sayısı 84.000-ден ашты. Бір суткада 17 адам вефат еті, епсі олып коронавирустан 3.010 адам өлді. Бүгін ішкі ішлер назерлігінің 30 қадемі қараманлық ве жесүрліклері үшін девлет мүкефатларына наил олдылар. Олар әләк олаятқан адамларыны құртардылар. Мүкефатларынан Русияның ішкі ішлер назері Владимир Колокольцев тақдирледі. Мүкефатларыны қазанғанлар чешет регионлардан топладылар. Ама оларыны бір шей бірлештіре. Олар өз жанларыны аямай, білаға оғраған адамларға ярдымға ашықтылар. Хотел бы поблагодарить вас за ответственное отношение. Ел бізге чоқ яны хадим келе. Кімден огренмек ибрет алмақ олғаны пек мұйымдыр. Сізге мувафақиет ве оғырлар тілейім. Сізін қоранталарыңызға есе аман есенлік ве айлеви бақыт. Хави сағлық тілеклері, құжақлашулар, ерлар, шерлер ве ойынлар. Жанкой районы Бородино койының сакена Рифат Минанов 90 елығына қайт ете юбилярны балары ве торунлары қайырлы айлар. Рифат Қартбаба бұл айленің жанлы тарихы ве ғұрурдар. Оның еркес үрмет ете. Бізім телевизион тақымымыз да байрамға қошылды. Ватандашымызның өмір елі ақында Алиме Мустафаеваның левқасына серетіңіз. Селам алейкум, баба. Қайырлы яшылар болсын. Selam aleyküm. Самими тешекүрлер, хайрлавлар ве тілеклер ең яқын инсанлардан, көзлер қуанчтан яшлана. Рифат Қартбаба Минановлар айлесінің жанлы тарихы. Оны яш қарт үрмет етем. Бүгін о 90 яшында, ама гөнлінде сан 18. Рифат Минанов атик ве ер вақыт әрекет еткен инсан. Бүгін бұл евде қуанч ве шенлік мұйты үкімсіре Рифат Минанов оз 90 елығына қайдете. Минановларның қави, бұйук ве муабет қорантасы бір софра башында сық топланалар. Лезетлі ве қоқулы қавелер ичіп хатырлавларден пайлашмаға севелер. Емде қоранта башы ерлаған түркілерні діңлейлер. Қалайлы қазан ішінде қаз баласы, қалайлы қазан ішінде қаз баласы, баласын баштан шығарған өз анасы. Қызны баштан шығарған өз анасы. Рифат Минанов Жанкой районның Марина көйінде доғып осты. Зенаты бойынша о мал екіма. Сүргінліктен сон 1991 сенесі оз ватанына Қырымға қайтты. Ама оз доғмыш көйіне дегіл Комшу Бородино көйінде яшап башладылар. Рифат Минановның 4 баласы 10 торыны ве 15 торынчасы бар. Бек кіші, бек көп дуалар біле, молла еді. Бір ақам рахметлі олды. Біздер 3 тәне евлят қалдық. Епсіміз янында яшаймыз. Рифат Минанов бір даққа ішсіз отырмай евішлерінде қолындан келгені қадар ярдым етмеге тырыша. Жевіз жия весевімлі чечеклеріні бақа. Дүлбер чечеклер өстірдіңіз, сау болыңыз. Рифат Қартбабаның сөзлеріне көре ұзын өмір яшамақ үшін бір сыр бар. Бұ дайыма әрекет етмектір. Өзің яқшылақшын балам, бірінші мәмбетлік керек. Нервін істетмек керек мей. Нервін істетсең жүрегің ойнай, давленің шыға,
ана спокойно болмақ керек. Өзіңді мол тұтмақ керек. Çalışmak керек. Қимылдамақ керек. Ярабым Аллам бер маға деп былай жатқан үшін болмайды. Рифат Миннановның якынлары бабасына ве қарт бабасына тешекүрлеріні білдірелер. Чүнки bu insan ватанымызға, ана тілімізге, медениетімізге ве милли урф-әдетлерімізге севгі ашлады. Алиме Мустафаева, Арсен Фукала, Миллет Ичун, Джанкой районы. Язырдылар берекірал. Бер Ахметке ярапма рахым. Жүмлемізді сауықтылар. Алла қабыл етті. Севастополь ве Қызылташ тақымлары Бақчасарайда Қырым футбол премьер-лигасының 10-шы турында меркези матч ойыны кечірділер. Евелке турда оғырсызлыққа раст келген екі тақым да өз мұхлислеріні қуандырмаға істеділер. Келгенлер пандемия себебінден чоқ олмады көрішімнің ең мирақлы даққалары ақында бізімлев қамазына серетініз. Бу мухлиснын QR-коды бар. Бойлелер чоқ олса еді, Бақчисарайдаки Дружба адлы стадионда бойле таз ерлер азжа олур еді. Анлы мухлислерінің бұйық бір группасы обның бірінші даққаларындан денізжелеріні уджум етмеге қувды. Кечкен ойындан сон тақым озыны ақламақ керек еді. Бірінші таймда ақярлыларының мухлислері қуванч ве ғурур дойғуларыны екі кере исеттілер. Севастополь тақымы матчның тақдеріні бірінші ярым саат девамында білгеледі. 10-шы даққада Владислав Гевлич топ ұрды. Да 15 даққаларындан сон Александр Челядник Қызылташлыларының қапыларына топны йоллады. Біз 4-5 ойнағанымыз мұйымдегіл. Ең есасы, біз бір-бірімізге ялвардық. Бір топқа зияды ұрмақ керек едік. Тенефюстен сон вазиет біраз доғырланды. Қызылташ мейданның обыр тарафында сықча кіріп башлады. Нетижеде гол ұрылды. Денізжелеріні қонақ байлар контр уджумде туттылар. Галибе ноқтасыны Озбек яшлары жиыма тақымының форварды Вячеслав Пурак қойды. Базы ерлерде башында бошча чықтық. Екі тез гол ұрдылар бізге. Бұл себептен вазиетні доғыртмақ қиын еді. Тенефюсте идманжымыз хаталарымызны аңлатты. Біз қоныштық ве екінші тайм яқшыжа чықты. Амма бұндан зияде Қызылташның күчі етмеді. Емде тамам ақярлылар кет-кете күчлі жолғананы нумайыш еттілер. Қызылташ чемпион ве вице-чемпион еле имтианға даянып олмады. Тек 4-ші сатырны сақлап қалды. Бұл анавы фильмде олғаны кебі, ечкі алмаға істегім бар, ама имканым жоқ. Тақым азыр. Біз үч ғалип арасында ола білеміз. Ама бір sıra факторлар бар, олар чықмаға бермейлер. Психология бұйық рөл ойнай. Амма Қызылташның esas имтианлары кележек екі турда. Бақчасарайлылар 4 матч ойнажақлар. Огде да ТСК Таврия ве Евпатория тақымлары. Севастополь командасы есе бір таймға жойған лидерлік еріні қайтарды. Амма олар күчлі олмадылар. Чүнки Ахмешжит тақымы олардан тек бір балға артта қала. Сервер Белялов, Тарас Брезицкий, Саид Велиляев, Миллет Ичун, Бақчисарай. Милет телеканалы или тешкел етілген милет менлігі деп адалған жема тарафындан танып мүкафаты бойынша рей беру башланды. 5-ші юбилей конкурста ғалеп чықмақ үшін чешет саларда çalışқан ең мувафақиетлі ватандашларымыз тырышачақлар. Бұл илим, тасил, сағлық сақлав, медениет, санат, спорт саларының эрбаплары ве жематчылар. Рей электрон шекелде кече, шунын үшін ең яқшыларына жемат өзі сече. Ишракчылерге қол тұтмақ үшін Милет телеканалының сайтында ярыш эфесіні тапмақ керексіз адет түнже ғалеплеріні декабрь айында Байрам гала концертінде қаршылажақмыз. Юбилей мүкефатына финалы Қырым Жұмхуриеті Девлет академик музыкаль театрының санасында кечежек. Бұл мерасемнің айынлавы телеканалымызның сержелеріні елбаш гежесі сер ете білежеклер. Қырым-татар ерлары ве ойынлары бір әрекетті ватанымызға севгі көріне. Қырым-татар Девлет академик музыкалы драма театрінде гөнілімізге азиз ерлар серлевалы гала концерт тешкел етілді. Ер ве ойын байрамны аққында бізімлеп қамас. Мерием Зекиряеваның милли медениетімізге балалықтан авеслігі бар. Концерт ве спектаклерні қачырмай. Бұл бізім тамырларымыз мана яқын ве мерақлы шейлердір. Өзін үшін дайым яқын бір шейлерні білмеге істейсін. Мен өзім де чоқ вақыт ойынжы едім. Концертлер мұйтыны севем, музыканы милли театрымызны ве медениеттен бағлы шейні севем. Артистлер санаға чықмаға азырланалар. Элбет, эйжан дойғулары да бар, чөнки сейерчілеріні айретте қалдырмақ керек.
Бүгін пек мерақлы концерт программасы олacak. Чешет ерларнен, ойынларнен. Концерт давамында танго ve elbette буги-вуги ойынлары olacak. Қырым-татар милли ойынлары да тақдим етілежек. Гала концертның бірінші дақаларындан милли нағмелер әрбір сейіржіге ғайрет бағышлай. Санада Асан Белялов, Шефиката Тарисова, Эмине Касараева, Сервер Кадиров ве чоқсы дигерлер. Оларның ижрасында ер ве ойынларымыз. Әрбір сөзде, әрбір әрекетте ватанымызға самими севгі дойыла. Сейіржіге бұ дойғыларны еткізмек ең мұйымыдыр. Концерт Роспотребнадзор идаресінің епсі талапларына көре кечіріле. Кіріште QR-кодлар көстеріле, маскалар ве хавсызлық месафе. Зал яры-ярыға толу. 15-тен зияде концерт чықышы. Ер бірінде халқымыздың көңілі ачыла. Алда атташымдыки вазиеті адам театрге келіп, илхам яқшы кейф алмақ керек. Бұндан соң театрден реал дүнияға мүбей дұйғыларының шыққа. Ноябрьнің 11-інде театрде «Мераметлік Ева» адлы спектакль тақдим етілежек. Яңы ел арифесінде есе театрның ең кішік мұхлислері үшін ана тілімізде масаллар азырланacak. Фетислам Кишвеев, Сусана Садыкова, Алим Сейдалиев, Миллет üçün. Шымдыки дақаға бұл хаберлерінің епседі. Хайырлы ақшамлар.